Қайырлы таң достар. Көптеген менің инстаграмдағы достарым аға таңертең не ішесіз, не жейсіз, таңыңызды қалай бастайсыз деген сұрақтарды қойып жатады. Абай атамыз айтады ғой, адамның адамгершілігі істі бітіргеннен емес, бастағаннан біледі дейді. Біз әдетте бітіргеннен деп ойлайтынбыз ғой. Менде Абай атамыз неге бүйтіп айтты екен деп ойланып жүрдім. Мен ол кісі теріс айтпайды ғой ешқашан. Және де мына магия утра деген кітап бар, көбіңіз оқыған шығарсыздар. Таңертеңгі бірнеше минут таңғы 1 сағатың қалай өтеді, соған әсерін береді дейді. Ал таңғы 1-2 сағатың күнің қалай өтеді, соған әсерін береді. Ал мен үнемі айтып жүрем, бір күнің қалай өтсе, өмірің солай өтеді. Өйткені бір күн өмірдің моделі. Таңы бар, түсі бар, кеші бар. Адамның тура өмірі сияқты. Адамның өмірі осы күндерден құралады. Ал мен таңертең тұра салысымен, әрине, бет қолымды жуып алғаннан кейін, мынандай электр шайнек бәріңізде бар шығар. Мен кешке мынандай суды алып қоямын. Оны мына Неувакин, басқа ғалымдар айтады, судың мына бүкіл зиянды нәрселер түбіне түседі. Оны алында, оның кейін түбіне жеткізіп алып құямын. Солай түбіндегі төгіп тастаймын. Ана шайнектің жартысына дейін толды. Содан кейін не істеймін? Мына шайнекті қосам да, осы кезде уақытты босқа өткізбеу үшін мен өзім санадым. Қазір қараңыздар, 70 рет отырып тұру жаттығуын жасаймын. Қалай жасайтынды осы жерден дұрыс жасауды көріп алыңыздар. Міне, көкшеден бастап отырамыз. Міне қараңыздар. 70 рет болған кезде анау ақырын көпірши бастайды. Бірақ қайнамайды. Бұны структурированный вода дейді. Осы су пайдалы деп айтады. Содан сол судан құйып біраз ішіп аламын, көп емес, аздап. Содан термосқа құйып қоямын. Неге десеңіз, осы термостағы осы жылы суды 60-70 градустың маңайы болады. Мен неге мына термосқа су құйып алдым? Бір кездері мен мына Назарбаев пен Рахат Әлиевтен қашып 4 жыл қуғында Қытайда Гуанчжоуда тұрдым ғой. Сонда байқадым, қытайлар тек қана жылы ыстық су ішеді. Ыстық болғанда мына тіл күйдіретін ыстық су ішпеуіңіз керек. Ол мына өңешіңізді күйдіріп жіберуі мүмкін. Мына бұрын қазақтарда, Орта Азияда мына өңеш рак пищевода өте көп болады дейді ғой. Сондықтан мынаны бір 60-70 градус жылы су құйып аласыз. Тапқанен ішіп жүретін болсаңыз, бұл өт жолын, мына өтті қоюлатпай, өттің дұрыс жақсы жүруіне көмегі өте зор дейді. Енді 1,5 миллиард Қытай ата-бабасынан келе жатқан бұл дәстүр шығар. Және де көптеген ғалым дәрігерлердің осыны зерттеп жүргендерден осылай естідім. Сізде қолданып жүрсеңіз болады. Мынандай термосты алып аласыз, сағатына 1 рет, жарты сағатта 1 рет қалай шөлдей бастадыңыз, бір ұттап ішіп тұрыңыз деп кеңес беретін. Содан кейін менде мынандай Галина Ивановна деген біздің мына шөп травница деп айтады. Ата-бабасынан бері шөп дәрімен айналысатын кереметтей бір маман бар. Сол кісі маған менің бауырымда анализ өткізген кезде ГГТП деген көрсеткіш бар. Гамма-глутамил транспероксидаза дейді. Ол мына туа біткен менің қасиетім екен. Бауырымда өт дұрыс бөлмейді. Урсодизексолевая кислота деген болады. Сол дұрыс бөлінбегендіктен менде жаңағы ГГТП өте жоғары мөлшерден 2 есе. Содан сол кісі маған осындай шөп дәрі берді. Енді ана урсодизексолевая кислота дейді. Оны да ішсе болады. Мен соны дәрігердің берген сол дәрісін, ол да зиянды емес дейді, ішпей, орнына шөп дәрі ішіп жүрмін. Содан кейін шөп дәріні аламын да микроволновка қойып қоямын. Қойып қоямын. Температурасы мұнда 600 ба, соны қойып қоямын. Тағы не істеймін? Тағы да отырып жатты 30 рет.
уақытты босқа жоғалтпау үшін адамның ең қымбаты, қайтып келмейтіні, айырбастап ала алмайтыны уақыт. Осы рет жасаған кезде бұл жылыйды, қайнап та кетпейді, салқында болмайды. Неге мен отырып тұру жаттығын жасаймын? Бұл жаттығулардың патшасы дейді. Оның орасан зор пайдасы бар. Жүру, бәрі айтады ғой, жүру керек жылдам күніне 10 мың қадам. Содан кейін жүгіру керек, отырып тұру керек. Бұл кезде бүкіл бұлшық еттерің жұмыс істейді. Ең кереметі өсу гормоны деген гормон бар. Сол бөлінеді. YouTube каналына арнайы видео түсіріп қойдым. 2 видео. Біреуі 90% адамдар бұны қате жасайды. Қате жасасаң, мына тізең, беліңе үлкен зақымданасың. Пайдасынан гөрі. Екіншісі қалай бұл отырып тұрудың пайдасы деген. Өте көп адамдар көріп, алғысын айтып жатыр. Сіз де көріңіз. Соң кейін мынаны ақырын ұртап ішем. Соң кейін не істейсіздер десеңіз, мынандай масло G, масло хим деп айтады. Қазақша айтқанда бұл тортасын қайырған май. Тазаланған тортасын қайырған май. Содан аламын да осы шай қасықпен біреу, кейде тәбетіме қарай 1,5-2 ашқаныңға алып жеп аламын. Жүрек айнытпайды. Бұны йогтар, индиялықтар қатты насихаттайды. Таңертең ашқанында мына асқазаныңа, оң кейін ары қарай 12 келешекке, оң кейін негізі тоқ ішекті таза ұстауға өте көмек зор дейді. Соң кейін не істеймін? Соң кейін компьютерге жұмысқа отырам. Осылай жүрелеп. Неге жүрелеп отырасың деген? Күндіз күні бойы мен емес, күнді көп жұмыс істеймін. Бәр жерде осылай жүреліп отыруға тырысам. Бұрын менің мына тіземде артрит бар, қаншама жыл алысып келе жатқан. Дәрі-дәрмектен әбден шаршағаннан кейін өзім ізденіп, өзім жолын таптым. Басында мынаған мынадай үлкен қып бір тазик дейді, соны тазик қойып отыратын. Әрең. Түсіріп келе жатырмын. Қазір осылай міне отыра беретіндей жағдайға жеттім. Ақырын тізем жақсы болып қалды. Мына жерде ой азығы жазам. Тән азығы тамақ болса, жанның азығы ой ғой. Мысалы бүгін міне Әл-Фараби бабамыздың цитаттарын жазам. Оны қайда жібересін десеңіз, оның менің сапалы қазақ деген чатым бар. Және мынаны мен жинап қоям бүйтіп. Үнемі кейін керек болады. Бұл есті адамдардың сөзі. Абай атамыз айтады, есті адамның сөзін естіп жүрген, ескерген адам өзі есті болады дейді. Бүгін мына сөзді бүйтіп кесіп алам. Әрине оңмен оқып шығам. Адам денесінің жетілуі, оның денсаулығы дейді Әл-Фараби атамыз. Егер денің сау болса, онда сақтамақ керек. Ал егер сау болмаса, онда денді сауықтыру керек. Қарапайым қағида, бірақ біз соны ескермей жатамыз. Соны көшіріп аламын да. Мында қараңыздар, міне сапалы қазақ міне марафоны деген бар. Соған адамдар күнде таңертең ой азық салып отырады. Мен де сол ой азықты жіберем. Содан кейін не істеймін? Қараңыздар мына жерде. Менің спорт кестем бар. Өзім дайындап қойған. Міне спорт кестесі, дүйсенбі, немене қай күн не істеймін деген жаттығуларым. Содан кейін телефонды қойып қоям да 3 минуттық үзіліс, 1 минут жаттығу жасаймын. Кеттік. Отжимание жасам. Бүгінгі мысалы 10-10-нан 5 рет. Содан кейін мына орындық неменеге тұр деп ойлайсыздар. Өздеріңіз ақы ойлап көріңіздерші. Мен тізем ауырғаннан кейін бұл жерге тіземді шынықтыратын бір жаттығулар. Және волейболға барам, волейболда секіретін жаттығулар. Бұрын компьютермен осы жерде жұмыс істейтін. Қазір мына жерге міне осылай ең біздің қымбат нәрсеміз, қайтып келмейтін нәрсеміз. Ол уақыт, ол денсаулық.
Ол біздің күш қуатымыз. Осы күш қуатымызды біз қайда жұмсаймыз? Кейбіреу далаға жұмсап жатыр. Қандай жаттығуды қалай жасау екенін дұрыс екенін білмейді де, керісінше жарақат алып жатады. Ал кейбіреу сағат 9-10-ға дейін ұйықтайды. Ал мен күнде 5-ке 5 минут қойған кезде өзім биологически оянамын, содан кейін сағатым шырылдайды. Сағатымда таңертең 5 минут. Бүгін аман-есен осы таңды көргенім үшін алғыс айтам. Шынайы алғыс айтам. Өзім жақын адамдарым аман болған үшін. Тағы да бір күнді маған сүруге мына жаратушының мүмкіндік берген үшін алғыс айтам. Содан кейін су ішу, жаңағы шөп дәрілерімді ішу, май жеу, таңғы жаттығу осылай кете береді жоспарлап. Сіздерге кішкене өмір көргеннен кейін, тәжірибе жинағаннан кейін үлгі болсын деп айтып жатырмын. Тағы қайталап айтайын. Таңертеңгі бірнеше минут, таңертеңгі 1-2 сағатың қалай өткен. Таңертең ұйқыдан айтады ғой, жалқау қирап тұрады, ал мықты адам сергіп тұрады дейді. Таңертең сергіп оянып, энергияңыз тасып тұрған кезде бірден жол жаттығулар жасап, осыны жасап, содан кейін тыныс алу жаттығу, йога, контрасттан душ жасап алсаңыз, бір күнге деген күш қайратыңыз толық жететіндей ширап тұратын боласыз. Ал кейбіреулер сағат 8-9-да оянады, бұлшық болып, ваннаға барып жуынады да бірден тамақ ішуге отырады. Содан кейін айтады, ойбай, тізем ауырады, асқазаным ауырады, қан қысымы бар, қант бар. Содан кейін аузына не болса соны салады, не болса соны жейді. Ал көлігіне ең жақсы машина, жақсы бензинмен, жақсы майды құяды. Өз ағзасын күтпейді, күтпегеннен ол ағза уақытынан бұрын күйрейді. Сондықтан ұзақта бақуатты өмір сүремін десеңіз, таңертеңгі күнді қалай бастауды өзіңіз әбден әдетке айналдырып алыңыз. Сізге ұзақта бақуатты, бақытты өмір тілеймін.